Сонымен, соңғы команда Атырау облысы Сағыз селосы, Сағыз құрамасы. Қарсы алыңыздар. Құрметті көрермендер, ертегі дегенде біздің көз алдымызға ең бірінші әжелеріміз есімізге түседі. Кішкентай кезімізде әжелеріміз ертегі айтқан кезде ұмытып қалған жерлерін өзінің ойымен, өзінің сөзімен құрастыратын. Сонымен ертегі сайысы әжелеріміздің желісімен. Бала. Ау, әже. Ұйықтамайсың ба? Ұйықтамайсың, сағат дейді, 12 болды ғой. Ту, әже, қош ұйықтаған, қызық емес маған. Ертегі айтып берем, кел. Басқа ертегі айтасың ба? Басқа ертегі айтам. Жаңадан шыққан ертегі айтам, кел, жат. Сағат дейді, 12 болды, адам дейді, ұйықтамай ма? Айтты. Ертеде. Мен костюм қайда тұр? Ешкі жүні шкаптың ішінде. Әзілдемеш. Бала ұйықтатып отқанда келмеңдер шөз. Толағай дейтін бір жігіт болған. Ме, әже, Толағай дейтін анау емес па да тауды көтерген, иә? Иә, ол Толағай тауды көтерген ғой. Бұл Толағай тау көтермек түгілі, ана есіктің алдындағы бір шелек суды кіргізе алмай жүр ғой, есіктің алдында. Ауыр емес пе енді? Сосын ол Толағайды тойдан кейін әйелі көтеретін болған. Қашан көтеріп келдің? Соңғы 2 тойға өзім барып келген жоқпын ба? Баста. Сен барған жоқсың, өзім бар, өзім келдім. Оттамаш, баста. Кеше есіңді білмейсің. Білем есімді, бәрін білем. Маған Мұрат деп батқан есіңде ме маған? Білем дейм есімді. Армандамашсың бұл. Жап шосын. Жап. Үндемеген сөйт. Сосын ол Толағайдың жалмауыз кемпір дейтін қатыны болған. Ме, әже, жаңағы Толағай жалмауыз кемпірге қалай үйленіп кетіп жүр? Со, үйленгісі келіп үйленіп дейсің бе? Ана Толағайдың шешесі оған баласына үйлен деп қоймағасын. Амал жоғалған нөрден. Ол басында дейтін жалмауыз кемпір ма бірден. Басында тым жақсы болып, келін болып түсіп, осы үйге ата-енесіне қызмет жасап, шайын құйып, тамағын пісіріп беріп, қызметін жасап жүрген ғой. Айтпақшы Толағай, ертең зарплатыңды маған берші. Тек качкім сен демейсіз бе? Одан басқа шипон чабашка дейтіндер жоқ па? Бәріне камера қойып жатады, болмайды ондайдың бәрі. Сөйтіп, сосын жағы ана күйеуінің жалақысын жымқырып, ата-енесіне бермей, жайлап күннен күнге бірте жайлап жалмауыз кемпір болған, сөйтіп. Әже, жалмауыз кемпірдің өзі сондай болса бар ғой, оның анасы қандай болған екен? Кім, Құдағай ма? Құдағай деппін ғой. Оның шешесі Мыстан кемпір болған. Мыстан кемпір дейтін анау емес пе да сыпырғышпен үш жүретін, иә? Иә, сыпырғышпен үш жүретін дәл өзі. Сол, қызы мен күйеу баласы 600 мыңға Кирби дейтін сыпырғыш алып берген ол жаңағы Мыстан кемпірге ата-енесіне жырып. Ол сыпырғышты оларға кім алып берді екен? Ол сыпырғышты оларға Алдар Көсей сатып кеткен. Күйеу атын суап көш. Әже, ол үйде басқа кім тұрған? Ол үйде сосын дым жұмыс жасамайтын Көлтаусар дейтін бір болған. Көлтаусар дейтін анау емес пе да бүткіл су тауысып қоятын, иә? Жоқ, Көлтаусар дейтін, ол Көлтаусар холодильниктің ішіндегі бүкіл огурцидың суын тауысып, бүкіл көшені ішіп қоятын су тауысар болған. Ол сонда су ішкен бе? Жоқ, у ішкен ол, у. Қойшы, әже, адам у ішсе өлмей ме? Өлмей тұр ғой сол жалмауыз у ішсе де. Айқайламай апа, басым сынып отыр. Қой кет бастыға тұрмай, баланы ұйықтатып отын. Әже, ол үйде басқа кім тұрған? Ол үйде тағы да Саққұлақ дейтін біреу болған. Саққұлақ дейтін анау емес пе да? Құлағы андай үлкен, екі құлағы да. Жо, құлағы екі үлкен емес, просто ішінде басы құттай болған. Жатшы бала ұйықтатып отыр. Әже, тағы басқа кім тұрған ол үйде? Сосын ол үйде тағы да Құбыжық болған. Құбыжық дейтін біреу болған ол үйде. Кім, ата, жата бер. Ата, жет. Әже, сол үйге бар ғой, бәрі келіп жатыр ғой да. Иә. Енді ол үйге бар ғой, Маша мен Медведь келген бар да. Жо, Маша Медведь келмеген. Неге? Маша Медведь 3-ші сезон сүріп отыр, съемкадан шыға алмай қалған ғой. Жатшы, ұрвандай бермесен бала. Негізінде бар ғой да. Ертегі де бар ғой. Толағайдың шешесі өліп қалған ғой, білесің бе? Жалмауыз. Мен өлтіре алмай. Жат, тірі болған ол шешесі. Мені өлтірсеңдер не, осы бақытта басыңдар ма? Қайдан білең әже? Өлтіріңдер, сол мені бәрін, жеңдер мені. Ертегі не болды, апа? Тірі болған оның шешесі өлмеген. Осы албастылардың бәрі бағып жүрген солар үйде, тынып солардың шыдап. Әже, не? Сонда жаңағы Толағайдың шешесі қандай болған? Енді Толағайдың шешесі
осындай жақсы жеріне, күшті жеріне келгенде өзім туралы айтайын деп жатқанда ұйықтап қалады осы бала постоянно. Осындай жерінде ұйықтайды. Біреуіне көрсетпейді соны дейді. Мына қарашы. Жақсы, мама. Мен ұйқым келіп тұр, мені ұйықтатшы. Қазір. Сіздің ертеңіңіз сағынып қалдым. Келіңізші, мені ұйықтатыңызшы. Үнемі өзімді айтатын жерде ұйықтап қалады постоянно. Ертеде қатынның айтқанынан шыға алмайтын Толағай деген жігіт болады. Кетші. Сенде шамам алдым, аманғарларға тап. Таулардан қорғып өтемін, заңғарларда тап. Жарықтың жылдамдығы Атырау сағыз құрамасы. Мен болсам армандым, барым армандан да бар. Рахмет, құрметті достар. Қазір балаларды телефонмен, планшетпен ұйықтататын емес, бұрынғыдай біздердікі секілді ертегі айтып ұйықтататын әжелеріміз көп болсын. Және де ертегі деген өзі ұйықтататын нәрсе ғой. Ұйықтамай біздерді қарап отқандарыңызға рахмет.